Жақсы. Лаура, сіздің номенклатураңызбен таныстым мен. Номенклатураңыз ескі тізбемен жасалыпты, 22-ші тізбемен. Ол тізбе қазіргі таңда күшін жойған. Иә, сол 22-ші тізбемен болғанды мен бірінші рет жасап жатқан едім. Ал оны қайдан алсам болады? Ол тізбеңіз, жаңа тізбені 2017 жылы 29 қыркүйекте номері 260 бұйрықпен бекітілген тізбені қолданып жасайсыз. Ол тізбені сізге қайта осы маған жіберген почтаңызға мен электронный түрін жіберейін сізге. Сол тізбені қолданып қайта сақтау мерзімдерін қойып шығасыз ғой. Кешіріңіз, тағы бір сұрағым бар еді. Оқу бөлімінің құжаттарының сақтау мерзімін сақтады. Бұл тізбеде де сақтау мерзімдері оқу бөлімі көп қарастырылмаған. Сол себепті өздеріңіздің мекемелеріңізде сараптау комиссиясын құрып, сол сараптау комиссиясы сақтау мерзімдерін бекітіп береді. Сонымен қоясыз енді. Басқа не жоқ, бұл нені қоя алмайсыз да, егер таппаған жағдайда өтірік қоюға болмайды. Сол не өздеріңіздің сараптау комиссияларыңызбен қоясыз, не болмаса осы тізбені қолдануын керексіз. Түсінікті. Тағы бір сұрағым бар еді. Егер жаңа тізбемен жасап біткеннен кейін қайта қарап бере аласыз ба? Әрине, сіз осы нені жасап бітіңіз, жаңа тізбемен қарап, қайтадан дұрыстап қойып шықсаңыз, сараптау комиссиясына ұсынбай тұрып, тағы бір рет қарайық, қарап тексеріп берейін. Содан кейін барып апарасыз ғой акиматқа. 2 қазақша, 2 орысша апаруыңыз керек. Сізде қазақша нұсқаңыз қазір дайын емес қой. Тек қана орысшасын жібердіңіз. Осы мен сізге орысшасын қарап берем ғой, сақтау мерзімдері бәрі. Бірақ номенклатураңыздың жасалуы бәрі дұрыс жасалынған, құрылымдық бөлімшелері бәрі жасалу тәртібі дұрыс. Сол қазақшасын аударып, одан кейін барып екеуінде бірақ жіберіңіз маған, қазақшасын, орысшасын бірге қосып тексеріп берейін сізге. Жақсы. Жарайды, рахмет сізге көп. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, тағы звондап сұрайсыз ғой. Телефон. Осы телефондамын ғой. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.